Бүгін мен Тредстан мына бір жазбаны көрдім, және осы жазбаны сіздермен талқылағым келіп тұр. Оқып берейін. Жасым 22-де, реально айтыңдаршы, бұл дүниеде базовый потребности жабу үшін үй, машина, не жұмыс жасау керек, білмеймін даже қалай алуға болады. Ипотека, кредитсіз прям за наличку. Өзім айына 400 мың плюс табамын. Маркетингте жұмыс жасаймын, арендада тұрамын. Ақша жинайын десем, никак, не істеу керек? Осы жайлы мен өзімнің ойымды айтқым келеді. Негізінде біздер почему-то қатты асығамыз. Мен өзімнің опытым бойынша айтып жатырмын. Мен де 20-ға тола сала болды, мен бизнес бастаймын, байып кетемін бірден, ертең үй алам, машина алам деп даже өзіме 25-ке дейін пик қойдым. Почему-то мен асықтым. Бірақ та менің қазір түсінгенім, біз 20-ға толғанда енді ғана үлкен өмірге қадам бастаймыз. Яғни 20-ға дейін біз мектеп оқыдық, универ оқыдық, студент болдық, оқыдық, ал жұмыс жасап, енді өзіміздің нанымызды тауып бастаған кезіміз ол 20 жасымыздан бастап. И біз өзімізге мынандай требования қоямыз да. Болды, мен жұмыс істеп бастадым, все, мен сразу үй алуым керек, сразу машина алуым керек. На самом деле біз үлкен өмірге енді ғана қадам бастаймыз. Ойлаңызшы, енді ғана толған баладан біз бірден жүріп кетуін талап ете алмаймыз ғой. Енді білмеймін, сөйлеп үйреніп келе жатқан баладан біз тақпақ айтуын, өлеңді жатқа айтуын талап ете алмаймыз ғой. Сол сияқты бәрінің өз уақыты бар да. Үй, машина алу үшін, үлкен ақша табу үшін, ондай ақшаларды жинай алу үшін де опыт керек, понимаете? Бір жерде жұмыс жасап, осындай айлық алу, ол жетпейді да, бәрібір де ше. Сен опыт жинау керексің. Әр жерде жұмыс істеп көрдің, байқадың, өзіңнің потенциалыңды ашып көрдің, әр салада өзіңді көріп жатырсың деген сияқты. Оның барлығынан опыт жинай келе, сенің өзіңнің бір ісің пайда болады. Яғни бір местаға, твердо, бір стабильностьқа сен уже бірінші тұру керексің да. Яғни просто стабильность емес, росты бар стабильный жұмысқа тұру керексің да. Ол үшін ол бірден болмайды. Сен неше түрлі жұмыстар жасап көресің, өзіңді іздейсің. Мысалға, сіздің жасыңыз нешеде, 22-де, 23-де, сіз енді ғана 2-3 жыл уақытыңызды арнадыңыз. 2-3 жасар бала сайрап сөйлеп кете алмайды ғой, бәрібір де. Енді ол жүріп бастайды, енді бәрін үйреніп жатыр. Дәл сол сияқты сізде 22-23 жасыңызда үлкен өмірдегі өзіңіздің 2-3 жасыңызды солай қабылдаңыз. Из-за этого мы даже, знаете, что мы даже забыли наслаждаться этой жизнью, своей молодостью. Біз енді ғана 22-деміз, біз прям бұндай энергия, бұндай жас енді бізде қайтып болмайды.